Армысыздар құрметті көрермендер. Видеоны көрмес бұрын арнаға жазылып, лайк басып кетіңіз. 9 қараша кешкісін жергілікті басылымдар мен телеграм-каналдар дерек көздеріне сілтеме жасап, бұрынғы экономика министрі Бишенбаевтың ұсталғанын хабарлады. Ол әйелін өлімші етіп сабат деген күдікке ілінген. Әйелі ауыр соққыдан көз жұмған. Жедел жәрдем келгенде 30-дар шамасындағы әйел көз жұмған. Дәрігерлердің сөзінше оны Астанадағы Бау мейрамханасында күйеуі соққыға шыққан. Сол жерде 1980 жылы 11 сәуірде туған Бишенбаев Уәлиханұлы ұсталды. Ол өзінің үшінші әйелі 1992 жылы 15 мамырда туған Салтанат Нүкенова Амангелдіқызын пышақтаған. Әйел адам пышақтан көз жұмған деп жазды Өліміне полицияға сілтеме жасап. Жергілікті басқа басылымдар Бишенбаевқа өз әйелінің өліміне себепкер болды деп күдікке ілінгенін жазып жатыр. Тәңгуену сайтына Астанадағы мейрамхананың бірінде келушілер арасында жанжал шығып, бір әйел жарақаттан көз жұмғанын айтқан. Күдікті ұсталған, бірақ министрлік оның кім екенін айтпаған. Бұрынғы экономика министрі Бишенбаев 2018 жылы наурызда жемқорлық айыбымен 10 жылға сотталған. Тергеу оны Бәйтерек ұлттық холдингін басқарып тұрғанда Қызылордадағы әйнек зауытына бөлінген қаржыдан 1 миллиард теңге жымқырған деп айыптаған. 2018 жылы қазанда ол шартты жазамен босап шыққан. Кейінгі уақытта Бишенбаев үкіметтің елдегі экономикалық шешімдеріне пікір білдіріп бірді-екілі басылым беттерінен көрінген еді. Ол жемқорлық айыбына ілінбей тұрып, яғни 2017 жылға дейін мемлекеттік аппаратта лауазымды қызметтер атқарды. Елдің сол уақыттағы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың көмекшісі де болған. Болашақ бағдарламасымен шетелде оқыған. Желіде Бишенбаевтың әрекеті туралы түрлі пікірлер тарауда. Бірі әкесінің ерке баласы десе, енді бірі өзінен өзі адам өлтірмейді ғой деуде. Ал сіз қалай ойлайсыз? Каналға тіркеліп, комментария жаза кетіңіз.